Саламатсыздар ма, 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі. Сабағымыздың тақырыбы ғаламшар құпиялары, дара және күрделі сан есімдер. Сабағымыздың мақсаты тыңдаған материал бойынша негізгі тұстарын белгілеп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. Сөйлемнен етістіктерді тауып, дара немесе күрделі екенін ажыратамын. Еске түсір. Оқушылар, өткен ережелерді есімізге түсірейік. Етістік дегеніміз не? Етістіктердің неше шағы бар? Оларды ата. Осы шақ дегеніміз не? Қандай сұрақтарға жауап береді? Сын есім дегеніміз не? Қарсы мәнді сын есім. Сан есім дегеніміз не? Осы ережелерді мұқият есімізге түсіріп алайық. Әрмен қарай 54-ші жаттығу. 99-ші бетті ашайық оқушылар. 54-ші жаттығуға мұқият мән беріп, мәтінді оқимыз. Оқыған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп, мазмұнын айтуға дайындаламыз. Әрмен қарай бүгінгі дара және күрделі сан есім дегеніміз не? Видеороликке назар аударайық. Ай мектеп. Міне қызық. Қандай қызық? Алан аға, маған да оқып беріңізші. Әлемдегі ең ұзын өзен Мысырдағы Ніл өзенінің ұзындығы 6675 шақырым екен. Қызық екен. Қандай ұзын өзен, қандай ұзақ сөз. Ал жер бетіндегі ең биік тау тізбегі Гималайдың орташа биіктігі 7620 метр болады екен. Иә, биік тау екен. 7620 деген сөз де ұзын екен. Дана, таудың биік екендігі дұрыс. Ал 7620 деген сөздің ұзын екендігі қате. Неге? Қазір түсіндірем. 7620 деген сөзге сұрақ қойшы. Қанша? Неше? Дұрыс. Қанша? Неше сұрақтарына жауап беріп, заттың санын білдіретін сөздер сан есім деп аталады. Заттың санын білдірсе, сан есім ғой. Дұрыс. Сан есім сөздер екі түрлі болады. Дара деген жалғыз ғой. Иә, дара сан есім бір сөзден тұрады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 саны 10 және бір сөздерінен құралған, яғни екі сөзден құралған. 12 саны 10 және 2 сөздерінен құралған ғой. Дұрыс. 111 саны 100, содан кейін 10 және бір сөздерінен құралған. Яғни, бұл күрделі сан есім 3 сөзден құралған. 555 саны 5, 100, 50 және 5 сөздерінен құралған. Яғни бұл күрделі сан есім 4 сөзден құралған. Дұрыс. Яғни, күрделі сан есім 2 немесе одан да көп саннан құралады. Ал күрделі сан есімнің құрамындағы әр сөз жеке-жеке жазылады. Түсіндім. Ніл өзені ұзын екен. Бірақ 6675 деген сөз ұзын емес.
Ал Гималай шы? Гималай биік екен. Ал 7620 деген күрделі сан есім екен. Әр сөз бөлек-бөлек жазылады. Қайталайық. Дара және күрделі сан есім. Заттың санын білдіретін сөздер сан есім деп аталады. Оларға қанша, неше деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 1, 71, 55, 21, тағы басқалары. Сан есім құрамына қарай дара және күрделі деп екіге бөлінеді. Дара сан есім бір сөзден құралады. Мысалы, 1000, 100, 20, 30, 1, 2, тағы да басқалар. Күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы, 11, 12, 25, 56, тағы басқалары. Күрделі сан есімнің құрамындағы әр сөз жеке-жеке жазылады. Мысалы, 6675. Жақсы оқушылар, әрмен қарай жаттығуларды орындайық. 55-ші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Мәтіннен сан есімі бар сөйлемдерді теріп жазу. Мысалға, ғарышқа 1957 жылдың 3 қарашасында алғашқы жол салған Лайка деген ит болатын. Бұл жерде сан есім 1957. Бұл күрделі сан есім. Екі не одан да көп сөздерден құралып тұр. Ал әрмен қарай 3 қарашасында бұл 3 деген сан дара сан есім. Бір сөзден тұрады. Әрмен қарай толықтырып жаттығуларды орындаймыз тапсырмаларды. Сан есімдердің дара немесе күрделі екенін анықтаймыз. 56-ші жаттығу. Сандарды сөзбен жазу. 7, 9, 11, 27 тағы да басқа сандар берілген. Сол сандарды сөзбен жазамыз. Мысалға, 7 бұл сан дара немесе күрделі екенін анықтаймыз. 57-ші жаттығу. Мәтелді жатқа жазу. Білгенің 19, білмегенің 99. Ең алдымен жаттап алайық. Сан есімдерді тап. 59-ші жаттығу. Мәтінді оқып, сан есімдерді сөзбен көшіріп жаз. 1961 жылы 12 сәуірде адамзат тарихында тұңғыш рет жер шарынан ғарыш кемесіне ұшырылды. Бұл жерде сан есім 1961. Яғни осы сан есімді сөзбен жазамыз. 1961. Дара сан есімнің астын 1, күрделі сан есімнің астын 2 рет сызып орындаймыз. Үйге тапсырма. 58-ші жаттығу. Сызбаға қарап, сан есім туралы не білетініңді жинақтап талда. Және де ереже дәптерімізге дара және күрделі сан есімдер туралы жазып аламыз. Ережені жаттаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.